Желіде шұғыл мәлімдеме тарады. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Меккеге қажылыққа бармақ болған 180 адам алаяқтың құрбаны болды. Қасиетті Меккеге барып қажылықтың парызын өтеуді армандаған 180 қазақстандық алаяқтардың құрбанына айналды. Сауд Арабиясына қажылыққа баруды көздеген әртүрлі аймақ тұрғындары Алматыға келген кезде алданғандарын бірақ түсінген. Бұл туралы Тудайинфо агенттігі жазды. Алаяқтыққа ұйымдастырған адам өзінің Мейіржан Ырыскелді деп таныстырған және Зажира Travel туристік фирмасының президенті ретінде елдің сеніміне кірген. Қажылық сапарына дайындық барысында жәбірленушілер әрқайсысына 450-500 мың теңге көлемінде қаражат төлеген. Олар Алматыдан ұшып шығатын күні фирма өкілінің жоқ екенін түсініп жағдайды анықтауға кіріскен. Біз Семей, Шымкент, Атырау, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай секілді қалалардан жиналдық. 180 адам алаяқтың құрбаны албауына түсті. Бізге туристік фирманың лицензиясын немесе нақты офисін көрсетпеген. Телефон арқылы ғана сөйлесіп сөндірді. Енді ақшамызды қайтаруды талап етудеміз, дейді жәбірленушілерден бірі Ербол Байқашев. Наиб имамның рөлі. Қажылық сапарын ұйымдастыруға өтеген Батыр мешіттің наиб имамы Масил есімді азамат асқан. Оның мешіт қызметкері ретінде берген кепілдігі болашақ қажыларды сендіруге көмектескен. Имам өтірік айтпайды деп сендік, бірақ олардың барлығы бізді алдаған болып шықты. Қазір қонақ үйден қуылып жатырмыз, төлейтін ақшамыз да жоқ, дейді тағы бір жәбірленуші. Жәбірленушінің қазіргі жағдайы. Алаяқтың құрбаны болғандардың арасында емізулі баласымен жүрген жас аналар да, егде жаса кісілер де бар. Олар қазір Алматының әр жерінде уақытша баспана іздеп ауыр жағдайда қалды. Оқиғаға қатысты Әуезов аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізуде. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.